Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Адамның қан қысымы жоғары болса да, төмен болса да, ол қауіпті болып саналады. Гипертонияның алдын алуға бола ма? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын видеодан көре аласыздар. Соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінде жоғарғы қан қысымынан зардап шегетіндер көп. Бұрындары гипертония үлкендерде жиі кездеседі десе, қазір жас талғамайтын болды. Жүрек денедегі бар қанды белгілі бір күшпен артерия жасайтын кедергіге қарсы айдайды. Артерия қысымы қанның артерия қабырғасына көрсететін қысым. Қысым өлшегенде екі сан анықталады: систола және диастола қысымы. Мысалы, 120-да 80, бірінші сан 120, ол жүрек жиырылған кездегі артериядағы қысым, ал екінші сан 80, жүрек босаңсығандағы қысым болып саналады. 120-да 80 болса, қан қысымы қалыпты деген сөзді білдіреді. Жоғарылаған қысым систола кезінде 120-дан 129-ға дейін аса қатты уайымдаудың қажеті жоқ, ал қан қысымы қатарынан бірнеше рет өлшегенде 130-да 80 немесе одан да жоғары болса, гипертония деген сөз. Бұндайда дәрігерге қаралу қажет. Артерия қысымы тұрақты түрде жоғары болса, жүрекке жүктеме түседі. Себебі ол қанды үлкен кедергіге қарсы айдауға мәжбүр болады. Жүрек осылайша бірнеше жыл жұмыс істейтін болса, жүрек ұлғаяды, жүректің жеткіліксіздігі пайда болады. Миокард, инфаркт, инсультке алып баруы мүмкін. Бүйрек ауруларына да әкелуі мүмкін екен. Артерия қысымын қадағалап отыру үшін дәрігер тағайындаған дәріні тұрақты түрде ішу керек. Дәрінің жанама әсері болса, жай ғана ішпей қоюға болмайды. Мұны дәрігерге айтып, басқа дәріге ауыстыру қажет. Қан қысымы қатты көтерілмеуі тиіс. Жүрек ешқашан тоқтамайды, үнемі соға береді. Адамның қысымы қатты көтерілсе, қанды кедергіге қарсы айдау үшін жүрекке күш керек. Жүрек үнемі кедергіге қарсы тұрса, жүктемемен жұмыс істейді. Қысым көтерілгенде жүрек көлемі үлкейеді. Негізінде бұлай болмауы тиіс, қалпында болу керек. Әйтпесе жүрек жұмыс істей алмай қалады. Біртіндеп көтерілгендіктен жоғарғы қысымды байқау қиын. Сол себепті қысымды өлшеп тұру қажет. Жоғарғы қысым болған жағдайда кардиологқа қаралған жөн дейді дәрігерлер. Қан қысымы тұрақты болу үшін тағамдағы тұз мөлшерін азайту керек. Күніне 30 минут бойы дене жаттығуларын жасау, артық салмақтан арылу. Диетаны өзгерту керек. Майлы тағамды, қызыл ет пен қантты азайтып, рационға көкөністер мен жеміс-жидектер, дәндер және балық етін қосу керек. Алкоголь бар сусынды ішпеу керек және де темекі шекпеу керек. Қан қысымы жоғары не төмен адамдардың үйінде міндетті түрде қысымды өлшейтін тонометр болуы тиіс. Қан қысымы мазаламаса да жылына бір рет жалпы скринингтен өтіп тұру қажет. Осылайша гипертонияның алдын алуға болады. Қан қысымы қалыпты болу үшін көп жеміс-жидек пен көкөністерді тұтыну керек. Қан қысымы жоғарғы науқастар қалай күтіну керек деген сұраққа төмендегі кеңестерге назар аударыңыздар. Қан қысымымен ауыратын науқастарды күтудің барлығы бірдей біле бермеуі мүмкін. Сондықтан кәсіби маманның кеңесін үнемі жадыңызда жүрсін. Ауруға гипертонияның бірінші стадиясы деген диагноз қойылған жағдайда дәрігер оған дәрілер бермей-ақ күнделікті бақылау, режим сақтау, орталық жүйке жүйесін сақтай отырып қан қысымын түсіруге кеңес береді. Науқас таза ауада көбірек серуендеу, тәулігіне кемі 7-8 сағат ұйықтауы керек. Отбасында, жұмыста ашу араздықтан, талас тудыратын жағдайлардан қашық жүргені жөн. Себебі жүйке қозғанда, яғни психоэмоционалды стрестің салдарынан қанға адреналин, қан тамырларын қысатын гормондар көп шығады. Нақты мөлшерде физикалық жаттығуларында пайдасы баршылық. Көбіне жаяу жүруге, велосипед теуге мүмкіндік болса, суда жүзуге тырысу керек. Ауыр жұмысты көп жасамаған жөн, өйткені қара күшті қажет ететін жұмыстар артериялық қан қысымын көтеріп, жүрек гипертониясына соқтыруы мүмкін. Адам өз дене салмағын да үнемі бақылап отыруы қажет. Дене толысса да ағзада холестерин деңгейі көбейеді де ол қан тамырлары қабатында жиналып, оның созымдылығын азайтады. Әлсіретеді, тамыр жолы тарылып, қысым өздігінен көтеріледі. Толық адамдардың капилляр тамырлары көбейіп, аурудың жүрегіне күш түседі.
Сондықтан гипертоник аурулар ұннан жасалған тағамдарды аз мөлшерде пайдаланып, қант пен тәтті тағамдарды құрамында мал майы көп, сары май, қаймақ, майлы ірімшік, балмұздақ секілді тағамдарды өзінен шектеуді үйрену керек. Гипертоник науқасқа спиртті ішімдік, сыраны мүлде ішуге тыйым салу керек. Өйткені спиртті ішімдіктің аз ғана мөлшерінің өзі бірден қысымды көтеретінін айта кеткен жөн. Ал темекі қан тамырларын тарылтады және оның қабырғаларының холестериннің жиналуына бірден бір себепкері болады. Келесі кезекте қан қысымын үй жағдайында төмендетудің 6 құралы туралы айта кетейін. Гипертония немесе жоғары қан қысымы ағзадағы жүректің жұмыс жасауына кедергі келтіретін бірден бір факторлардың бірі. Біз үй жағдайында қан қысымын ретке келтіруді көмектесетін табиғи құрам туралы айтатын боламыз. Лимон шырыны және ақжелкен. Лимон шырыны мен ақжелкеннің қосындысы несеп айдағыш қасиетке ие. Ағзадағы артық сұйықтықтарды шығару арқылы өзгеде зиянды заттар шығып, бұл қан қысымын төмендеуіне көмектеседі. Қажетті заттар: 1 лимон шырыны, 1 стакан су, 1 ас қасық туралған ақжелкен. Дайындау тәсілі: барлық заттарды блендер ыдысына салып араластырыңыз. Қарсы көрсетілімдер болмаса, күніне 1 стаканнан ішуге кеңес беріледі. Сарымсақ. Көптеген мамандар сарымсақты қан қысымын ретке келтіретін бірден бір құрал деп санайды. Ол сонымен қатар қандағы холестерин құрамын да азайтады. Сарымсақтың біз таблетка түрінде де капсула түрінде де пайдалана аласыз. Ең дұрысы шикілей тұтыну. Күніне 1 сарымсақты жеуіңіз қажет. Одан пайдалы көбірек алу үшін алдымен оны су құйылған ыдысқа бірнеше сағатқа салып қойған дұрыс. Сұлы жармасы. Сұлы жармасына тағам талшықтары өте мол ұшырасады. Жасұнықты пайдалануда қан құрамындағы холестериннің 5%-ға азаюына түрткі болары анық. Сұлы жармасын таңғы асқа тұтыну қан қысымын ретке келтіреді. Ащы шоколад. Ащы шоколад құрамында флавоноид секілді белсенді құралдар бар. Олар қан қысымын ретке келтіріп, ағзаға пайда әкеле алады. Бұл жерде шоколадтың ащы болғаны маңыздырақ. Какао мөлшері көп болғаны анағұрлым пайдалы. Бұл үшін сүтті шоколад пайдаланасыз. Зәйтүн майы. Өзге де пайдалы заттардан бөлек зәйтүн майы да қан қысымын реттеуге жәрдемдесе алады. Ол атақты жерорта теңізінің диетасының ажырамас бөлігі. Сондықтан да қандағы холестеринді азайтуға әрі сусамырды бақылауға жақсы көмек бере алады. Лаванда. Қан қысымы түсіретін тағы да бір табиғи өнім лаванда екені белгілі. Бұл өсімдікті алдын ала дайындап, артынша одан тұнба әзірлеуге болады. Сонымен қатар оны таблетка не капсула түрінде де тұтынуға мүмкіндігіңіз бар. Дәріханаларда қол жетімді. Үй жануарлары. Үйіңізде ит немесе мысық болса тіптен жақсы. Олар сіздің қан қысымыңызды реттейтін айрықша құрал болуы мүмкін. Тіпті аквариумыңыздағы балықтың өзіне зер салып қарасаңыз, бұл да қан қысымының мейлінше төмендеуіне әкеліп соқтырады. Терапияның бұл түрі қан қысымы күйзелістен туған жағдайда жақсы әсер береді.